көңіл толмайды. Еркін. Өйткені жылдан жылға негізі төмен кетіп бара жатыр. Өйткені мен көптен бері айтам, ел боламын десең ютубыңды түзе деп. Өйткені қазір балалардың бәрі ақпаратты ютубтан алып жатыр. Ал қазақ тілді жобалар ол жерде өте аз. Балдарға қатысты жобалар өте аз. Дубльонсты бірінші мысал ретінде бізде көп көрсетеді, оны бізге форумдарға алып келеді. Тіл тұрғысынан алған кезде олар қырғыз тілдің дамуы үшін бір қатты жұмыс жасап жатқан жоқ. Олар бірінші кезекте бизнес жоба. Яғни, ол мемлекеттен ақша батқан жоқ, но олар негізгі доходын сырттағы басқа елдегі қаралымдар арқылы ақша жинап жатыр. Сол арқылы олар өз-өздерін асырап жатыр. Солай бизнес ретінде ғана жобаға қараған кезде ол жоба ұзаққа барады, ол жоба дамиды. Ал тіл тұрғысынан ұлттық, жаңа рухани сондай шаблондармен бастаған дүние ол ұзаққа бармайды бірінші кезекте. Сіз енді өзіңізді таныстырып кетсеңіз, Жәнібек Нұрбек, Қазақ анимация шығармашылық бірлестігі бар, бюджеттеріңіз миллиард теңгеге дейін. Былтыр ашылған жылы миллиард болды, биылғы жыл 500 миллион. Бір адам үшін 500 миллион теңге көп болуы мүмкін, бірақ бір елдегі 45-тен астам анимациялық студия үшін бұл өте аз. Нәтиже бізде керемет деп айтамыз. Осы көктемде кәне, яғни Аю мен Машаны барлығымыз мысалға келтіреміз ғой. Аю мен Маша, неге сондай дүние жасамаймыз? Аю мен Машаны жасау үшін оның режиссерда қаншама қиыншылық тапты. Қанша қаралым, біз сылтап айта бермейік. Министрліктің өкілі шама келгенше көмектесіп жатыр. Біз бір нәрсені анықтап алуымыз керекпіз. Біз бизнес ретінде қараймыз ба анимациялық киноға? Жоқ әлде идеологиялық мақсатта қараймыз деген нәрсені анықтап алу керекпіз. Сөзді білейін, мына жақта да бизнес деген әңгімелерді айттым. Мен қарсымын, көрілім санына қарау керек дегенге. Мен бір-екі мысал келтірейін онда. Биыл мамыр айында Бесік жыры деген қысқаметражды анимациялық фильм Испанияның Мадрид қаласында өткен 1500 анимациялық фильмде ең үздік анимациялық фильм болды. Ол теңізге тамған тамшы сияқты өте жақсы қабылдайды. Ол бір мысалы. Екіншісі, Жапонияда 2022 жыл Токио анимациялық кино фестивалында бізде Маржан және Үміт деген анасы мен қызы бірге жасаған Шаңырақтың есін іздеп жүрмін деген анимациялық фильм гран-при жеңіп алды. Бұның өзі нені білдіреді? Бізде Қазақстанда осы дәл анимациялық кино саласындағы талантты, біліктілігі жеткілікті мамандар өте көп. Бірақ мемлекеттен қолдау жетіспейді. Біз Маша Медведев сияқты 100 серия, 200 серия, 300 серия сондай жобалар жасау керек біз. Сонда ғана ол брендке айналады. Брендке айналғаннан кейін балалар соған еліктейді. Ол ары қарай бизнеске сіз айтқандай ойыншықтар болсын, комикстер болсын, көрінім саны болсын. Көзқарастың өзі дұрыс емес та, қаралым маңызды емес деген нәрсе дұрыс емес та. Қаралым болмаса, яғни қазақтың балдары оны көрмесе, ол не үшін жасалып жатыр? Кешіріңіз, біз міне жерде мындай нәрсе бізге біз әлемдік дамыған елде Қазақстан кедей ел ме? Бір бизнес, бір анимациялық. Мысалы үшін бізде ең басты нәрсе ақшадан бұрын идеология ел болып мәңгілік. Енді ешкім қарап отырған бермей отырмыз. Европадан ұтып алған жүлденің менің балама қандай қатысы бар, ол бала көрмесе, оның алдына жетпесе. Біз көрсетпей отырмыз. Сондықтан оны көрмей қайда? Біз білмей тұрмыз. Қайда ол? Сіздер YouTube каналда шығарады. Мұзбалық деген көркемметражды анимациялық фильмді көрдіңіз бе? Көргем оны, иә. Франциядан, Германиядан, Израилиядан, Индиядан, Шырақ деген жаңа тек аты жөндерін жазудан біз жүлдеге назар аудармауымыз керек. Кешіріңіз, мұндай нәрсе, просмотрға назар аударайықшы. Егер сізге просмотр керек болатын болса, маған керек емес, балдарға керек. Бір күнде 1 миллион просмотр жинайсыз. Айбекке сөз берейік, мемлекет басшысы осындай министрлік қаралым мен сапаға көңілі тола ма? Қаралымға көңіліміз толмайды, шынын айтайық. Өйткені біз әлеуметтік желіге саламыз, бірақ бізден одан әрі ілгерілету аз болып тұр. Ақтаудан тілшіміз жазып алған еді, балаңызды көріп жүрсіз деп. Соны да көріп алсыз, сосын бірақ жауап берсін. Жақсы. Білесіз опростар. Ес салу керек деп бүкіл халыққа үйретіп жүрсіз ғой. Не дейсіз? Не сөз екен? Біріншіден, опростың өзі дұрыс емес, өйткені үлкен кісілерден емес, бірінші балалардан сұрау керек. Біздегі проблема балаларға арналған контентті үлкен кісілер, яғни өзінің эгосын қандыру үшін үлкен адамдар жасайды. Ал үлкен адамдарға тапсырыс кім береді? Біздегі қазақ тілді жобалар өз-өзін асырай алмайды бизнес тұрғысынан. Егер бизнес тұрғысынан қараса, ол кезде фокус мүлдем бөлек болатын еді. Ал оған ақша кім береді? Оған министерство береді. Ал министерствода кімдер отыр? Үлкен кісілер отыр. Олар анализ жасамайды. Мектептің оқушыларын отырғызасыз ба? Енді жоқ, бірінші анализ жасап сұралу керек. Мысалы, министерствоға қатысты
сіздер биылдан бастап ютубқа көңіл бөліп жатсыздар, иә? Ал біз жайдарманда жеке проект ретінде 2014-2015-те ютубқа көңіл бөлгенбіз. Кез келген әлеуметтік желінің фишкасы сол, 1-2 жылдан кейін, алғашқы 1-2 жылда ол жер толығады, ол жер өзінің лидерлері қалыптасады. Мемлекет жағынан жаңағындай қолдау керекпіз. Ары кетсе балапан арнасында да 10 серия, 20 сериямен тоқтайды, ол дұрыс емес. Ол брендке айналу үшін 100 серия, 200 серия, 500 серия болу керек. Ол тоқтамай шығып отыру керек. Сосын жаңағы Аю мен Машаның бір сериясына Аю мен Машаға жарнама жасап бердіңіз. Жоқ, енді оны мен салыстырмақшы айтайын. Оның бір сериясының бюджеті біздің балапан телеарнасының 1 жылдық бюджетінен көп. Енді атағы атлантикті көрдіңіз бе? Ол тіптен миллиардтар. Неге мәселенің бәрі ақшаға келіп тіреліп жатыр, түсінбей жатырмын. Неге мәселенің бәрі ақшаға келіп тіреліп жатыр? Өйткені жаңа айтып отырмыз ғой, жан-жақта жүлделер алып жатырған, әлемді мойындатып жатқан талантты мамандар бар. Сол ақшалы деген Америка, Жапония, Қытайға жұмыс істеп жатқан бізде студиялар мен жеке мамандар бар. Солар, егер біз оларды мемлекет жағынан қолдамасақ, қайта біз награда алып жатырмыз, награда алған соң Димаш Құдайберген секілді алу керек те, бүкіл әлем сені мойындау керек. Атак әр жерден гран-при алып келіп, қазақтар қазір жылына айына 100 қазақ барып шетелден гран-при алып келеді. Оны білеміз, сол үшін де сол кәне. Димаш секілді сосын павлодардағы жігітіміз бар ғой. Ол 10 жерден бір жер бір топ адам мойындады деген болмайды. Назарды тарту деген мәселе бар да, баланың назарын. Бұл кісінің айтқан дұрыс, баланың деңгейіне түсіп, баланы не қызықтырады, біз тәлім тәрбиені сол форматта беруіміз керек. Яғни шетелдік анимациялық ойындардың авторлық құқықтарын сатып ала отырып, өзіміздің әлеуметтік желіге ютубқа салып отырмыз. Қандай жобалар шетелден сатып алынған? Шетелде ол жерде дәл қазір ол жерде айта алмаймын сізге қандай екен. Бірақ бізде андай нәрсе бар да, болашақ арқылы үлкен сериалдар аударылды ғой, қазақша мультфильмдер аударылды. Ол жерде андай проблема бар. Ол тек келіп экранда ғана көрсетіледі да. Экранға санаулы ғана адам болады. Бала қаяқтан көреді? Бала ютубтан көреді. Ол жерде авторлық құқығын ютубқа салу үшін сатып алмайды. Жаңа сіз айтып отқан, қазақша аударылып отқан телеканалдың ешқайсысы ютубқа салынбайды, білуімше, жоқ, ол жерде балапан салады. Барлық өнімдер балапан тек өздері түсіргендерді салады. Ал шетелдік рұқсаты болса, кейбір шетелдік өнімдер, яғни анимациялық өнімдер біз рұқсатын аламыз, және балапанның парақшасына салып отырмыз. Әлеуметтік желіге салатын рұқсатымен алмаса, ол жобадан ешқандай пайдасы болмайды. Жігіттермен біз Алматы мен Астанадан қазір енді жасанды интеллект деген пайда болды ғой. Онымен сурет жасау, кейіпкер жасау, қазір анимацияда өте қатты дамып жатыр сол салада. Сіздерде сол бағытта жұмыс жасалып жатыр ма? Өйткені 3D анимациямен ешқашан америкалық үлкен компаниялардан озамайсыздар. Ол деңгейге ешқашан жете алмайсыздар. Но трендтен қалмау керек та, мысалы. Сөзіңізді түсіндім. Бәріміз Американы жете алмаймыз, Pixar'ды жете алмаймыз, Walt Disney'ді жете алмаймыз, Жапонияны жете алмаймыз дегенменен біз олардан асып кететін жақтарымыз бар. Ол біздің жаңағы ұлттық мифологиямыз, олар білесіздер. Сіз айтқан интеллективный искусство бойынша өткен жылы 20 жобаның ішінде біреуін сол бойынша жасадық, Stellar деген, көрсеңіз білесіз. Бірақ әлем, біз YouTube арнамыз, қазақ анимейшн деген YouTube арнамыз бар, сол жаққа бір-бірден ақырын салып жатырмыз. Келесі жылдан бастап Эйр Астананың самолет несінде де көрсетілетін болады. Жарнамасы болмаған соң. Мынандай нәрсе да, қанша үлкен дүние жаса, қанша жетістікке жет, мемлекет, то есть марапат алып басқа қал, но оны аудиторияң балдар көрмесе, ол жоба кімге керек? Бала бақша көру үшін теңізге тамған тамшыны сіз көрмей алмайсыз. Соғысаған нәрсе. Бұл жерде келісетін басты бұл көрсеткіш емес, басты ол идеология. Көрілім болмаса идеология қалай жетеді, мен әлі түсінбей жатырмын. Көрім бұл... Сөз берейік, министрлік айсын енді басталып жатыр ғой. Кісі енді ютубта көрілім жасайтын адам ғой. Бұл жерде әріптесімізбен келісем, бұл жерде тек қана уәкілетті орган және бір анимацияны дайындап отқан адамдардың ғана жауапкершілігін арта қоймай, бұл ата-анаға да жауапкершілік. Міне қадірлі көрілім. Қарағым қара қасың қос иықтап оралған, қолаң шашың ай қара көз жүрмесін, сәу сәлемат қызыл гүлім